Сәлеметсіздер ме? Менің атым Нарболат. Менің сабағыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тіліндегі ең маңызды жетістікті қарастыратын боламыз. Олай болса, кеттік. Бүгінгі сабақтың тақырыбы to be. Жетістіктің қолданылуы. Өзіңіздің немесе басқа біреудің атын атағанда I am Sultan, he is Нұрлан. Келесі жағдай біреудің немесе өзіміздің жасымызды айтқанда I am 22, she is 20. To be жетістігінің үш формасымен таныс болыңыздар. Бірінші формасы am. Жетістіктің бұл формасы тек бірінші жақта ғана қолданылады, яғни мен сөзімен. Екінші формасы is. Жетістіктің бұл формасы үшінші жақта жекеше түрде ол сөзімен қолданылады. He is, she is, it is. Жетістіктің үшінші формасы are. Are формасы барлық жақта көпше түрде қолданылады. We are, you are, they are. Ал енді жаттығайық. Жетістіктің дұрыс формасын қойыңыз. Am, is, are. Hello, I am Нарболат. She is a secretary. She is a secretary. They are friends. They are friends. Жарайсыз, жақсы жұмыс жасадыңыз. Келесі кездескенше, goodbye.